Дүкендегі балмұздақтардан күмәндарыңыз бар болса, дәл осылай үй жағдайында мен сияқты жасап көруді кеңес етер едім. Барлығыңызға сәлем достар, қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында дайындалатын керемет балмұздақтардың рецептісімен бөлісетін боламын. Үй жағдайында дайындалған балмұздақтардың бір артықшылығы берекелі мол болады. Ең бастысы таза, ешқандай химикат қосылмаған болады. Құрамы небәрі 2 ақ заттан тұратын осы бір балмұздақтардың рецептісін жоғалтып алмас үшін менің каналыма тіркеліп қойыңыз. Балмұздақ үшін ең алдымен бізге өте салқын және 33% кілегей қажет болады. Міндетті түрде 33% болуы қажет. Өте салқын кілегейді көлемді ыдысымызға құйып аламыз да жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Өзінің формасын ұстап тұратын халге түскенше жақсылап миксерлейтін боламыз, бірақ абай болыңыздар, қатты миксерлеп жіберіп, майы бөлініп кетпесін. Миксерленіп дайын болған кілегейімізді силиконды лопатканың көмегімен ортасына осылай жинап алатын боламыз. Кілегейдің тығыздығын өздеріңіз видеодан көріп тұрғандай осындай күйге түсуі қажет. Мен ешқандай да қант, желе, желатин болмаса краситель қоспаймын. Тек осы кілегейдің табиғи дәмінің үстіне аздаған сгущенка қосатын боламын, яғни қоюлатылған сүт. Бұл жерде қоюлатылған сүттің майлылығы маңызды емес, тек кілегейге жақсы дәм беру үшін қосатын боламын. Екеуі жақсылап бір келкі массаға айналдырғанша асықпай араластырып алатын боламын. Арасында ауасы қалып кетуі де мүмкін. Сол ауаларды шығарғанша жақсылап араластыратын боламыз. Сіз өзіңіздің қалауыңыз бойынша осы жерде құлпынай, банан сияқты жеміс-жидектерді блендерден өткізіп, қосып жіберсеңіз болады. Дәмі әдемі шығатын болады. Яғни екі түрлі ыдысқа бөліп, екі түрлі начинкамен жасасаңыз болады. Дайын болған балмұздақтың бетін бір тегіс қылып аламын да, бетіне пищевая пленка жауып, мұздатқышқа 7-8 сағатқа жіберетін боламын. Дайын болған күйде міне осындай болып шығатын болады. Қасықпен алып сіздерге көрсетіп жатырмын. Формасын өзінің күйін жақсы ұстап тұрады, ешқандай ағып тұрмайды. Балмұздақтарды ыдыстарға салып, бетіне әсемдік үшін шоколадтармен және посыпкамен көмкеретін боламын. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша безендірсеңіз болады. Егер де өзгешелікті қаласаңыздар, вафлиге құйып берсеңіздер де болады. Қытырлақ, керемет дәмді вафлилердің рецептісі менің YouTube каналымда бар. Мінекей, үй жағдайында таза, ешқандай артық қоспасыз жасалынатын балмұздақтарымыз дайын болды. Сіздерге рецепт ұнады деген ойдамын. Жасап көріп жақындарыңызды қуантсаңыздар болады. Ал мен ұсынған рецепттерді жоғалтып алмас үшін менің каналыма міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Сіздерге қажетті барлық ақпараттар, пайдалы кеңестер менің каналымнан табылады. Тіркеліп қолдап жатқан жандарға алғысым шексіз. Әлі де талай алдағы қызықты рецепттермен бөлісетін боламын. Барлығыңызға рахмет. Ас болсын.